Сәлеметсіздер ме оқушылар? Қазақ тілі пәні 11 сынып қазақ мектептеріне арналған жаратылыстану математикалық бағыты бойынша Қазақстан бүгінгі әлемде Қазақстанның өткені мен келешегі бөлімі бойынша екінші сабағымыз. Сабағымыздың тақырыбы оқ шаншылған Ұлытау. Бүгінгі сабағымызда жүзеге асырылатын оқу мақсаттары, яғни мәтін үзінділері бойынша болжау жасау, тиісті ақпаратты анықтай білу, таза ғылыми стильді тілдік құралдар арқылы тану, терминдер, ұғымдар, шартты белгілер, синтаксистік құрылымына байланысты оқу мақсаттарын жүзеге асырасыздар. Оқушылар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбына байланысты мен сіздерге Ұлытау жері туралы тарихи мәліметтермен таныстырып өтемін. Мына тыңдалымға назар аударып, түсініп алыңыздар. Ұлытаудың ұлы атануы тауының биіктігінен, немесе суының молдығынан емес, ұлы қауымның бас қосқан ортақ шешімге келген жері болғандықтан Ұлытау атанған деген екен. Ұлытау қазақ халқының тарихи орталығы, далалық өркениет пен көне мәдениеттің нақ кіндігі. Ұлытауда түркітілдес тайпалардың негізін қалаушылардың бірі Алашаханға кесене көтерілген. Есімдері тарих бойынша Алтай, Орал, Қырым, Солтүстік Кавказ және Өзбекстанның халық ауыз әдебиетінің шығармашылығында мәңгілік сақталған Алтын Орда ханының Тоқтамыс, ордалық ұлы қолбасшы әмір едіге де осында жер қойнауына берілген. Ұлытау арқылы Орта Азиядан Сібірге ұлы жібек жолының, Сарыарқадағы ең ірі тармағы Сарысу-Мыс жолы өткен. Халқымыздың қабырғалы қайраткері Асан Қайғының қабірі осы Ұлытауда. Ұлытау көшпенді тайпа хандарының сүйікті орындарына айналған. Ұлытау өңірінде Шыңғысханның үлкен ұлы Жошы ханның кесенесі орналасқан екен. Хан ордасы орта ғасырда керуен жолы бойында қалашықтың бірі болған. Абылай хан да ордасын Ұлытауға тіккен еді. Бұл жер Хан төбе деп аталады. Ұлытау 300-дің басын қосқан жер. Жоңғар шапқыншылығы кезінде 300-дің билері Төле би, Қаздауысты Қазыбек және Әйтеке билер қазақтың басын біріктіре отырып, Балбұлақтың басындағы келелі кеңесте ел тағдырын шешкен. 19 ғасырдың 30 жылдарында Ұлытауда атақты Кенесары батырды ақ кигізге салып хан көтерген екен. 1992 жылы дүние жүзі қазақтарының алғашқы құрылтайына қатысуға келген қандастарымыздың бір тобы арнайы Ұлытауға келген екен. Міне оқушылар, біз қаншама мәліметтер Ұлытау бүгінгі тақырыпқа байланысты алып өттік. Енді осы мәлімет бойынша, тыңдалым мәтін үзіндісі бойынша болжам жасаңыздар. Яғни бірінші тапсырманы орындаймыз. Сіздерге мынадай кестеде мысалдар мен дұрыс жауаптар берілген. Хан ордасы орта ғасырда керуен жолы бойында қалашықтың бірі болған. Осы мәліметтің дұрыс-бұрыстығын белгілеңіздер. Ұлытау арқылы Орта Азиядан Сібірге ұлы жібек жолының, Сарыарқада ең ірі тармағы Сарысу-Мыс жолы өтпеген деген мәліметтің де дұрыс-бұрыстығын белгілеп өтіңіздер. Халқымыздың қабырғалы қайраткері Асан Қайғының да қабірі осы Ұлытауда. Бұл мәліметті де дұрыс-бұрысын белгілеңіздер. Сіздерге дескриптор, нақты болжамдар жасаңыздар. Негізгі тірек сөздерді табыңыздар. Оқушылар, сіздер кітаптарыңызды ашсаңыздар, сіздердің кітаптарыңызда ғылыми стильдің тілдік ерекшеліктеріне байланысты, бүгінгі тақырыпқа байланысты ереже берілген. Енді сіздерге таныстырып өтейін. Ғылыми стильде жазылған еңбектер нақтылығымен, дәлдігімен, объективтілігімен және қисындылығымен ерекшеленеді. Олай болатынса, ғылыми стильдің басты лексикалық ерекшелігі белгілі бір ғылым саласына қатысты терминдердің жиі қолданылуы, сөздердің
негізгі мағынасында жұмсалуы болып табылады. Және оқушылар, ғылыми стильдің грамматикалық ерекшеліктері мынадай екен. Ең алдымен баяндауыштар ырықсыз етіс түрінде жиі қолданылады. Одан соң ой хабарлы сөйлемдермен беріледі. Және күрделі ойдың логикалық жүйесін бірізді баяндауда сабақтас құрмалас сөйлемдер жиі жұмсалады екен. Енді оқушылар, жаңа бүгінгі тақырыпқа байланысты әрі ғылыми стильдерге байланысты сіздерге мынадай екінші тапсырма. Кітаптарыңызда берілген мәтінді оқып, тілдік ерекшеліктерін талдау жасап, стилін анықтаңыздар. Дескриптор. Мәтіннен ғылыми стильдің ерекшеліктерін табасыздар, негізгі ақпарат көздерінде табыңыздар. Енді мәтінмен таныс болыңыздар. Тыңдаймыз. Ономастика тіл білімінің жалқы есімдерді зерттейтін саласы. Жалқы есімдерге жер, су, кісі есімдері мен тегі, жануарлардың аттары, астрономиялық атаулар жатады. Оның басты бөлімдері топономика, антропонимика, космонимика, зоонимикалар жатады екен. Ономастика бұл география, этнография, тарих ғылымдармен тығыз бірлікте зерттеледі. Көне топонимдер, жер су аттары, ертедегі тайпалар мен халықтардың белгілі бір аймақта өмір сүргенін, мекендеу шегін, көшіп қону жайын анықтауға себін тигізеді. Этнонимдер халықтың этникалық құрамын, көне тайпалар мен елдердің тегін, тілі мен мәдениетін, этностық тобының танып білуде зор қызмет атқарады. Ономастика халықтың этнографиясымен тығыз байланыста қаралып, басқа халықтармен жүргізген тарихи, мәдени қарым-қатынастың сыр сипатын танытады екен. Дескриптор бойынша оқушылар жұмыс жасаймыз. Және мына кестені толтырамыз. Жаңағы мәтіннен лексикалық ерекшелігін, морфологиялық ерекшелігін және синтаксистік ерекшеліктерін осы кестеге жазып толтырыңыздар. Сіздерге аз ғана да болса уақыт беріп өтейін. Оқушылар, тапсырманы орындаймыз. Оқушылар, енді мен сіздерге жаңағы тыңдалым және оқылым мәтіндерінен және өзге де дерек көздерді пайдалана отырып, сіздер бүгінгі тақырыпқа байланысты Ұлытау өңіріндегі ескерткіштер туралы шағын таныстырылым жасаңыздар. Өз ойларыңызды қосып, ой толғау жазыңыздар. Міне оқушылар, бүгін сабағымызға байланысты өз білімдеріңізді бағалап көріңіздерші. Мынадай бір рефлексия жасайықшы, кәнекі балалар. Мен өте жақсы жұмыс жасадым. Өзіме сеніп, бойымдағы күшімді қолдана білдім десеңіздер, жасыл түсті таңдаңыздар. Менің жұмыс жасағым келеді, бірақ бүгін менің күнім емес екен десеңіздер, жасыл сары түс. Ал мен жақсы жұмыс жасадым, бірақ бойымда қорқыныш болып, өзіме сенбедім десеңіздер, жасыл түсті таңдайсыздар. Оқушылар, барлық тапсырманы орындап болғаннан кейін өз білімдерімізді бағалап өтіп жатырмыз. Жақсы, енді бүгін оқушылар, біз сабағымызды қорытындылап өтейік. Біз қандай өзімізге мәлімет алдық, не түйдік, өзімізге не қажет болды, қандай ақпарат көздерімен таныстық. Мінекей балалар, ең алдымен Ұлытау қазақ халқының тарихы мен қасиеті сақталған жер аталғаны жайында ақпарат көздерімен таныстыңыздар. Нақты білімдер алдыңыздар. Мәтін үзінділері бойынша болжау жасап, тиісті ақпаратты анықтадыңыздар. Ғылыми стильді тілдік құралдар арқылы дәлелдей білдіңіздер. Міне оқушылар, сабағымызды қорытындылай келе, міне осындай оқу мақсаттарын жүзеге асырып орындап шықтыңыздар. Жақсы оқушылар, енді келесі кездескенше оқушылар сау, саламатта болыңыздар.